Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық етінен чахахпили дайындау рецептімен бөлісемін. Грузин асханасының тағамын қарапайым қолда бар қазақша тәсілмен тағайындауға кеңес беремін. Ол үшін бізге 8 тауық аяқтары, 5 қызанақ, 2 пияз, 20 грамм кинза, 3 сарымсақ бөлігі, жарты шай қасық розмарин, жарты шай қасық карри, жарты шай қасық куркума, жарты шай қасық қара бұрыш, 1 ас қасық тұз, 3 ас қасық май қажет. Егер хмелі құлмақтары болса, дәмдеуіштерді азайтуымызға болады. Қызанақтарды видеода көрсетілгендей кесіп, үстіне қайнаған ыстық су құямыз. Пиязды жарты шелектеп турап аламыз. Сарымсақ бөліктерін жұқалап турап аламыз. Кинзаны ұсақтап тураймыз. Енді жұмсарған қызанақ қабығын аршып алып тастаймыз. Қолымызбен немесе пышақтың көмегімен тазартуымызға болады. Қызанақтарды жарты сақиналап турап аламыз. Енді табамызды қыздырып, үстіне тауық аяқтарын салып, 15 минут қуырамыз. Тауық аяқтарын қуыру үшін ешқандай да майдың қажеті жоқ. Тауық аяқтарын аударып отыруымыз қажет. Тауық өзінің буында өз майымен қуырылады. Екінші табамызды қыздырып, 3 ас қасық майымызды құйып, пиязды қуырамыз. Үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, араластырамыз. Үстінен сарымсақты қосып қуырамыз. Қызанақты салып, қызанақтың суы шыққанша қуырамыз. Үстіне тауық аяқтарын салып, 15 минут баяу отта бұқтырамыз. Дайын тауық аяқтарының үстінен кинзаны себеміз. Асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Чахахпилиді өз қалауыңызша гарнирмен дастарханға ұсынуыңызға болады. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды өтінемін.